Қайырлы күн, олимпиадалық есептерді ары қарай қарастырамыз. Бүгін қалдықтар теориясына қатысты есептерді шығаратын боламыз. Бізде алдымен мынандай есеп берілген: қандай да бір x санын 19-ға бөлген кезде 3 қалдық қалады. Енді 2x квадрат азайтылған 15 деген бөлікті 19-ға бөлген кезде қандай қалдық қалатындығын тап деген. Ең алдымен бізде қалдықтарға қатысты өзінің ережелері бар. Қалдықтарды қосуға болады, қалдықтарды азайтуға болады. Сәйкесінше қалдықтарды дәрежелеуге және көбейтуге болады. Біз сол ереже бойынша бірінші есептеп шығайық. Маған x берілсе, алдымен x-тің квадраты қанша қалдық қалатынын табу. Яғни мен x-ті квадраттайын. Сәйкесінше мен қалдығын да квадраттауым. Енді 3-тің квадраты 9 екендігі түсінікті. Және бұл 19-ға бөлген кезде 9 қалдық қалады дегенді білдіреді. Ары қарай, енді мен 2-ге көбейту керек. Сонда менде 2x-тің квадраты, сәйкесінше қалдықты да 2-ге көбейтем, ол 18 болады, яғни 18 болады. Мод 19 бойынша 19-ға бөлген кезде 18 қалдық қалады. Ары қарай 2 жағынан да 15-ті алып тастауға болады. Онда менде түсінікті 18-ден 15-ті алатын болсам 3 қалдық қалатын. Жауабы сонда мод 19 бойынша менде 3 қалдық қалады деген сөз. Енді біз оны қалдықтардың қасиетін қолдану арқылы шығардық. Немесе осындай есептер келсе, яғни x-тің қанша қалдық беретіндігін беріп қоятын болса, онда біз бірден x-тің орнына 3-ті қойып есептесек болады. Яғни былай жасауға болады: 2 көбейтем 3-тің квадраты. Себебі x-тің орнына мына 3-ті қойып жатыр. Өйткені 30-ға бөлген кезде 3 қалдық береді деген. Ары қарай азайтам 15-ті. Осы жерден де түсінікті. Мына жақтан 18 шығады, 18-ден 15 алсақ 3 қалдық қалады. Мод 19 бойынша. Былайша айтқанда, қалдықтың қасиеттерін қолданып, оны дәрежелеп жатпай-ақ бірден орнына қою арқылы да біз қалдықты таба аламыз деген сөз. Енді келесі бір есепті қарастырсақ, келесі санның жалпы түрі. Осы ұғымға тоқталайық. Алдымен мына есепті шығару үшін мынандай нәрсені біліп алайық. Мен бір кез келген бір санды алайын, мысалы 15 деген санды алып, осыны былай жазалам. 7-ге бөлген кезде қанша қалдық қалады десе, мен 7 көбейтілген 2 қосылған 1 түрінде жазылам. Яғни бұл жердегі қалдығын 1-ге тең деп айта аламыз. Біздің мақсат қазір тек қана x-ті қалдыру. Мына өрнектен x-ті қалдыру арқылы жалпы түрін жазуымыз қажет. Яғни санның жалпы түрі деген мына түрде жазылу керек болады. Қазір осы түрге алып келу үшін мына өрнекті шығарайық. Ол үшін былай жасаймыз: 8x бізде берілгені бойынша 3 қалдық береді екен 13-ке бөлген кезде. Енді бізде құр x-ті ғана табу. Былайша айтқанда, мысалы 7x-тан 6x-ті алып тастаған кезде бізде x шығады ғой. Тура сол сияқты бізде қазір бірдеңкеге, яғни бір санға көбейтіп, қайтадан алып тастаған кезде x қана қалатындай өрнекті табу қажет деген сөз. Енді ол есепті шығару үшін біз не істейміз? Алдымен мынандай өрнекті жасайық. Біз 13-тің еселіктерін қарастырайық. Яғни 13-ке бөлген кезде 3 қалдық қалды. Ары қарай 13-ке бөлген кезде алып тастаған кезде x қалатындай жағдай табайық. Ол үшін мысалы қара, 13 болып тұрса, біз оны 26 жасай аламыз, 39 жасай аламыз. Бізге 26 менен мына 8x-ті келтіру қиын. Себебі мысалы 26x-тан 24 8-ні есептеп 24 болады, 24x алатын болсақ 2x қалады. Бізде құр x қалатындай жағдай табу. Ол үшін мен мына өрнекті 5-ке көбейтем. Қазір не үшін 5-ке көбейткендігіміз түсінікті болады. Егер 5-ке көбейтетін болсам, сәйкесінше мына өрнектен бізде 40x шығады. Сәйкесінше қалдықты да 5-ке көбейтем, онда ол 15 болады. Және мод 13 бойынша. Енді осы жерден не былай жасай аламын? Мына 15 13-ке бөлінеді ғой. Бұл жерден 2 қалдық қалады. Яғни мен қалдықты түсіре аламын. Түсіреміз. Мынау асып кететін болса қалдықтан, онда түсіруге болады. 15 мына 13-тен асып кетті, сондықтан түсіріп 2 қалдық қалады. Мод 13 бойынша деп жазамын. Осы жерден менде түсінікті енді 39x деп алуыма болады. Себебі 39 13-ке бөлген кезде ешқандай да қалдық бермейді. Былайша айтқанда 0 қалдық қалады. Ол қалдықсыз бөлінеді. Мод 13 деп жаза аламын. Біздің мақсат жай ғана x табу керек болды. Сол үшін біз осылай жаздық. Енді 40x-тан 39-ді алып тастайын, яғни қалдықтарды алуға болады.
Сонда менде x-тің өзі ғана қалады. Және ол 2-ден 0-ді алсақ 2 қалдық береді. Мод 13 бойынша. Енді осыны біз жалпы түрде жаза саламыз. Яғни x-ымыз бізде мынандай өрнекке тең. 13 қалдық берді. 13-ке бөлген кезде 2 қалдық берді ғой. Яғни 13-ті бір қандай да бір k санына көбейтем да 2 қалдықты қосамын. Міне мына өрнек бізде санның жалпы түрі деп аталады. Яғни осындай есептерді біз осылай шығарады екенбіз. Бұл ұғым арқылы біз келесі диапазон теңдеуін қарастыратын боламыз. Сол кезде осы санның жалпы түрін жазу бізге көп көмегін тигізетін болады. Түсінікті болып деп ойлаймын. Енді келесі есепті қарастырсақ, санның жалпы түрі ұғымымен таныстық, жалпы түрде қалай жазылатынына тоқталдық. Енді диапазон теңдеулеріне тоқталайық. Мына теңдеуді шығарудың әртүрлі тәсілдері бар. Біз бүгін қалдықтар арқылы шығаратын боламыз. Берілген өрнекті, яғни берілген теңдеуді қайтадан жазайын. 2y-іміз тең болады екен 11-ге. Және бұл жерде нақты шарт бар, x пен y бүтін сандарға тиісті деген. Енді мына есепті шығару үшін бізге бәрібір x-ті немесе y-ті өрнектесек жеткілікті. Біз енді қазір y арқылы жұмыс жасайық, y-ті өрнектейді, сол арқылы есепті шығайық. Алдымен былай жасайық. 2y-імізді өрнектеп аламыз. Ол бізде 11-ден 5x-ті алғанға тең. Осы жерден y-ті ғана табатын болсам, онда менде 11 азайтылған 5x-ті y-ге бөлу керек деген нәрсе шығады. Енді осы жерден ары қарай бүтінін бөліп есептеуге болады. Біз бірақ қалдықтар арқылы шығаратын болғандықтан қалдықпен жұмыс жасайтын боламыз. Бізде бұл нені білдіреді? Бізде 11 азайтылған 5x бізде 0 қалдық береді. Мод 2 бойынша деген ұғымды білдіреді. Мына өрнектен. Яғни алымында тұрған 11 азайтылған 5x қалдықсыз 2-ге бөлінеді дегенді білдіреді. Осы жерден бастап біз қалдықтарды қолданамыз. Минус 5x-дің өзін қалдырсам, 11-ді былай қарай өткізсем, теңдіктің оң жағына қарай. Мұнда минус 11 шығады. Яғни 0-дің орнына минус 11 деген қалдық барады. Мод 2 бойынша. Енді осы жерден екеуінен де минустарын алып тастай саламыз. Сонда 5x бізде 11 қалдық береді. Мод 2 бойынша. Осы жерден біз мына 11-ді түсіреміз. Яғни 2-ге бөлген кезде қанша қалдық қалатынын таба саламыз. Онда былай істейміз. 5x бізде 1 қалдық береді. Өйткені 10 2-ге бөлініп кетеді. 1 қалдық береді. Мод 2 бойынша. Енді осы жерден түсінікті, мына өрнекті ешқайда көбейтудің қажеті жоқ. Біз білетін мынандай өрнек бар. Мысалы 4x деп алатын болсам, ол 2-ге қалдықсыз бөлінеді ғой. Яғни мен бірден қазір санның жалпы түріне шығамын. 4x деп аламын да, ол 0 қалдық береді. Мод 2 бойынша. Түсінікті 4x-тің 2-ге бөлінетіндігі. Енді алып тастай саламыз. Сол арқылы бізде x-тің мәні бірден шығады. X-іміз 1 қалдық береді екен. Мод 2 бойынша. Енді жалпы түрінде жазатын болсақ, x неге тең? X өрнегі, яғни x-іміз тең болады қандай да бір 2 бөлінген k қосылған 1-ге. Бұл жердегі k-мыз тиісті z-ға, яғни k бүтін сандарға тиісті болу қажет. Енді осы өрнекті апарамызда өрнектеп алған y-дің орнына қою арқылы біз x-дің орнына қою арқылы y-дің неге тең болатындығын табамыз. Сонда y-іміз неге тең? Y тең болады 11 азайтамын 5 көбейтіледі. Оның орнына мына жақта тапқан 2k қосылған 1 өрнегін қоямыз. Осыны аламда 2-ге бөлем. Сол арқылы y-ге қатысты теңдеу шығатын болады. Тең болады. Енді ашып есептеп шығайық. 11 азайту 10k азайтылған 5 бөлінеді 2-ге. Енді бірден бөлетін болсақ, бізде минус 10k
екіге бөлемін минус 5k қалады. К бойынша жазсам, ары қарай 11-ден 5-ті алып тастаймын, 6 шығады, 6-ны 2-ге бөлгенде 3 шығады. Сонымен есептің жауаптары мына бөлікте болды. X-тің жауабы ол 2k қосылған 1. Ал Y-іміздің жауабы минус 5k қосылған 3. Бұл жердегі k-мыз тиісті бүтін сандарға. Енді есеп дұрыс шықты ма? Тексеру үшін бүтін сандарда есебіміздің жауабы дұрыс па? Соны тексеру үшін k-ға мысалы мәндер белгі болды. Біз қазір k-ның 0 деп алып көріп, есепті шығарып көреміз. K 0-ге тең болатын болса, бізде не шығады? K-ны 0-ге тең деп алайық, онда x-тің мәні K 0-ге тең болатын болса, x 1-ге тең. Онда y неге тең? Y-іміз K 0-ге тең болатын болса, ол 3-ге тең. Енді 1 мен 3-ті теңдеудің орнына қоятын болсақ, 11 шығады. Яғни 5-ті көбейтемін 1-ге, қосамын 2-ні көбейтемін 3-ге, шынымен де бізде 11 шығады. 11 11-ге тең. Біз былайша айтқанда диафант теңдеуінің жалпы шешімін таптық. Ол жауап мына түрде болады екен. K-ға кез келген санды берген сайын x пен y-тің мәндері шыға береді. Бүтін сандардағы мәндері шыға береді. Біз минус қоятын болсақ, минус мәндерін аламыз деген сияқты. Яғни диафант теңдеулерін қалдықтар арқылы осылай шығаруға болады екен. Түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.